Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 121 сабақты өтетін боламыз. Каналымызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жазылып алыңыздар. Сіздер үшін пайдалы сабақтар шығып отырады. Болашақ қаласына саяхат. Үстеу. Тыңдаған мәтін бойынша өз пікірімді білдіремін. Үстеулермен танысып, оларды мағынасына қарай ажыратамын. Бірінші жаттығу, мәтінді тыңда. Қазақстан экономикалық кедергілерге қарамай, қиын да күрделі шешім қабылдады. 1997 жылы республиканың астанасы Ақмолаға көшірілді. Бұл шешім басқа елдерді де таңғалдырған еді. Аз ғана уақыттың ішінде бұрынғы провинциялық қала адам танымастай өзгерді. Есілді бойлай президент сарайы, парламент ғимараты, хан шатыр, бейбітшілік пен келісім сарайы, алау мұз айдыны сарайы, көп қабатты тұрғын үйлер мен ғимараттар жаңаша бой көтерді. Қазақ хандығының негізін салушылар Керей мен Жәнібек хандардың, қазақтың үш атақты биі Төле би, Қазбек би, Әйтеке бидің ескерткіштері халқын болашаққа бастағандай бейнеленген. Аспанға атылған ақ барыс мүсіні жас Қазақстанның 21 ғасырдағы жарқын да бақытты болашағының символында елестейді. Астанамыз Нұр-Сұлтан қаласының болашағы әлі алда, ол болашақтың қаласы. Тыңдаған мәтіннің мазмұны бойынша пікіріңді айт. Мәтін не туралы? Мәтін еліміздің астанасы Нұр-Сұлтан қаласы туралы. Мәтінді тыңдау барысында көңіліңе қандай сезім ұялады? Мәтінді тыңдау барысында көңілге мақтаныш сезімі ұялайды. Астананы қазіргі Нұр-Сұлтан қаласын неліктен болашақтың қаласы дейді? Болашақтың қаласы деп аталу себебі өсуге, жетістікке жетуге үлкен мүмкіндіктер болғандықтан деп ойлаймын. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді оқы, мағынасына назар аудар. Қарамен жазылған сөздер аз ғана, бұрынғы, жаңаша, алда сөздері. Аз ғана, аз, кішкене деген мағына береді. Бұрынғы, ескі, ертеде, жаңаша, жаңа үлгіде, алда, келер уақытта деген мағынаны білдіреді. Екінші жаттығу, сөздерді оқы. Былтыр, күндіз, төмен, кенеттен, алда, жорта, жоғары деген сөзде берілген. Бұл сөздерді етістіктермен тіркестіріп жаз. Сұрақ қойып, қай сөзбен байланысып тұрғанына назар аудар. Былтыр келді, қашан келді? Былтыр келді. Күндіз көрді, қашан көрді? Күндіз көрді. Төмен тұрды, қайда тұрды? Төмен тұрды. Кенеттен айтты, қалай айтты? Кенеттен айтты. Алда тұр, қайда тұр? Алда тұр. Жорта айтты, қалай айтты? Жорта айтты. Жоғары көтерілді, қайда көтерілді? Жоғары көтерілді. Іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, сын-қимылын білдіретін сөз табын үстеу дейді. Үстеулер қашан, қайда, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Жүрдек пойызбен Елордаға тез келдік. Қалай келдік? Тез келдік. Түнде қала көшелері жап-жарық. Қашан? Түнде. Биыл Астананы көруге бардым. Қашан? Биыл. Үшінші жаттығу, ребусты шеш. Шешуіндегі үстеулерді қатыстырып, сөйлем құра. Ребустың жауабы қазір, алда деген сөз шығады. Қазір менің сүйікті бағдарламам басталады. Әжем қазір ғана үйге кірді. Алда талай жеңістерге жетемін. Менің болашағым алда. Төртінші жаттығу, үстеудің мағыналық түрлерін тиісті сөздермен сәйкестендір. Мезгіл. Қашан деген сұраққа жауап береді. Тал түсте, күндіз түні, ертең, бүгін, күні бойы. Мекен. Қайда деген сұраққа жауап береді. Төменде, жоғарыда, алға, артта, сыртта. Сын-қимыл. Қалай деген сұраққа жауап береді. Ақырын, тез, етпетінен, жаңаша деген сөздер бұл сын-қимыл үстеуіне жатады. Бесінші жаттығу, жұмбақты көшіріп жаз. Шешуін тап. Күндіз білінбейді, түнде күлімдейді. Үстеулерді тауып, үстеу екенін дәлелде. Жұмбақтың жауабы жұлдыз. Күндіз, түнде сөздері үстеу. Қашан деген сұраққа жауап беріп, іс-әрекеттің мезгілін білдіріп тұр. Шығармашылық үзіліс. Алтыншы жаттығу. Үш себеттің әрбіреуінің ішінде атына сәйкес келмейтін үстеулер кездеседі. Соларды өз себетіне сал. Мезгіл үстеу. Қазір, кеше, былтыр. Мекен үстеу. Алда, жоғары, төмен. Сын-қимыл үстеу. Шапшаң, ақырын, қазақша, ескіше. Осымен сабақ аяқталды. Сабақ пайдалы болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.